Сәлем достар, сіздермен бірге Анар Құмбетова, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда біз берілген қатынаста бөлу тақырыбын өтетін боламыз. Өткен сабағымыздағы қатынас тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Берілген қатынаста бөлу дегеніміз не? Кейбір заттарды мысалға қандай да бір қатынастарда бөлуге тура келеді. Бұл тақырыптың есептері өте қызықты есептер. Сондықтан да осындай қызықты есептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетсеңіздер болады. Бірінші мысалымыздан бастайық. Мынандай мәтінде есеп беріліп тұр бізге. 350 грамм тұзды су ерітіндісі дайындалды. Ондағы тұздың массасының судың массасына қатынасы 2-ның 5-ке қатынасындай. Ерітінді құрамында неше грамм тұз бар, неше грамм су бар дейді. Енді сіздер түсініп отыр деген ойдамын. 350 грамм тұзды су ерітіндісі дайындалды деген сөз. Ол бізге қандай да бір мынандай ыдыстың ішінде 350 грамм болса, бұның ішінде тұз және су бар деген сөз, е? Тұз бен су бар. Енді шартында айтып тұр, тұзды су ерітіндісі дайындалды деп. Сондықтан да бұның ішінде тұз бен су бар. Енді тұз қандай мөлшерде, су қандай мөлшерде, оны біз білмейміз, бірақ бұл екі қоспаның қатынасын білеміз. Яғни ондағы тұздың массасы дейді, тұз 2 бөлік болса, судың массасына қатынасы су 5 бөлік. Міне бірінші ондағы тұздың массасын деп тұр, яғни бірінші 2-ні аламыз, судың массасына қатынасы одан кейін барып 5 болады. Енді жалпы ең оңай тәсіл берілген қатынаста бөлуге. Ол теңдеу қылып шығару бізге ең оңай тәсіл болып есептелінеді. Яғни біз ол жерде тұздың қанша екенін, судың қанша екенін білмейміз, мөлшерін. Сондықтан да қастарына x-ті жазып қойсақ болады. Енді осы бұл қоспаның ішінде тұз бен су ғана бар ғой, тағы бір зат бар деп айтып тұрған жоқ. Демек 2-ақ заттан тұрады ол. Тұзды су ерітіндісі болғандықтан оның ішінде тұз бар, су бар болды. Демек шешуі осы екеуін қолданып есеп шығарамыз. 2x қосу 5x тең 350, 7x тең 350, ары қарай x тең 350-ді 7-ге бөлеміз. 50. Енді демек бізде x 50-ге тең болды. Демек 50-ге тең болса 2-ге 50-ді көбейтемін. 100. Міне енді бар грамм шықты. 50-ді 5-ге көбейтемін. 250. Демек бұл қоспаның ішінде 100 грамм не бар екен? Тұз бар екен. Және 250 грамм су бар екен. Міне осындай қарапайым тәсілмен біз есепті шығарсақ болады. Келесі есепті көрсетейін. Есебіміз біздің тік төртбұрыштың периметрі берілген жазып кетейік. Периметр бізде 42 сантиметр дейді. Оның ұзындығының еніне қатынасы 4-тің 3-ке қатынасындай. Сразу жазамыз. Ұзындықтың енге қатынасы, яғни бірінші ұзындық беріліп тұр, екінші ен беріліп тұр. Қайсы бірінші айтылып тұр, қатынасың алдыңғы мүшесі сол болады. Яғни оның ұзындығы А 4x екен, ені яғни В 3x екен. Бізге табу керек ауданды. Енді шешуі. Бұл жерде оңай, жай ғана формаға саламыз, е? Бізде периметрдің формасы қандай еді? 2a қосу v еді. Яғни қабырғаларының ұзындығын қосып, оны 2-ге көбейтетін болсақ, бізде периметр шығады. Демек, осыдан 2a-ның орнына 4x жазам, v-ның орнына 3x жазам, тең 42. Міндетті түрде формулаға саламыз. Ойша есептесек, қателесіп кетуіміз мүмкін. Енді, 4x-ке 3x-ті қоссақ, 7x, 7x-ке 2-ні көбейтсек те болады, немесе 7x тең
екі жағында 2-ке бөліп жіберсек 21 болады, яғни 2 теңдіктің оң жағына көбейтіліп тұрады, бөлу бітті. Сонда x тең 3. Енді осыдан белгілі а бізде қаншаға тең екен? А бізде 4 3-ке көбейтем 12-ге тең болды. Ал в бізде 9-ға тең болды. Ары қарай есептің шартында тіктөртбұрыштың ауданын тап деген бізге, яғни S. S-ің формуласы қандай? S бізде 2 қабырғасының көбейтіндісіне тең, яғни 12-ні 9-ға көбейтеміз. Сонда жауабы 108 квадрат шығады екен. Міне ауданы 108-ге тең екен. Жақсы, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есеп. Қантты су ерітіндісіндегі судың массасының қанттың массасына қатынасы 17-ның 3-ке қатынасындай. Шартын жазып кетейік. Қантты су ерітіндісі деп тұр, демек ерітіндінің ішінде қант пен су бар деген сөз. Ондағы судың массасының қанттың массасына қатынасы, яғни су бізде 17x екен, қант бізде 3x екен. Ондағы судың массасының қанттың массасынан 280 грамм артық дейді. Міне, мына 17x болып тұр, мынау 3x болып тұр. 17x енді үлкен екені көрініп тұр. Демек, екеуінің айырымы ол бізде 280-ге тең дейді. Яғни, ондағы судың массасының қанттың массасынан 280 грамм артық деп тұр. Демек, шешуі не болады? 17x-тен 3x-ті азайтамыз. Артық дегенді біз осылай теңестіруіміз керек. 280. Екеуін азайтсақ, 14x тең 280. X тең 280-ді 14-ке бөлсек 20. Демек, бізде x 20-ға тең болды. 20-ны 17-ге көбейтеміз. Су, басқа түспен жазайын. Су 340 шығады екен. 20-ны 17-ге көбейтсек, 20-ны 3-ке көбейтсек, қант бізде 60 грамм екен. Міне, екеуін азайтсақ 280 шығып тұр ма? Шығып тұр, Енді бізге айтқан қантты су ерітіндісінің массасы неше грамм екен? 400 грамм екен. Көрдіңіздер ме, өте қызықты есептер. Бар болғаны бұл жерде қарапайым теңдеу құрып алуымыз керек. Және есептің шартын мұқият оқысақ жеткілікті. Жақсан ойлады. Ол ойлаған сандардың қатынасы 2-нің 3-ке қатынасына, 3-тің 5-ке қатынасына, 5-дің 8-ге қатынасына, осындай қатынаста, 4 сан. Бірінші сан мен үшінші санның қосындысы 84-ке тең дейді. Елдос ойлаған сандарды табыңдар. Міне бізде мынандай 3 сан берілген екен. 2x, 3x, 5x және 8x деген. Бірінші сан мен үшінші санның қосындысы, яғни мына 2 санның қосындысы дейді, 84-ке тең дейді. Жазамыз 2x қосылу 5x тең 84. Яғни 7x тең 84. X тең 84 7-ге бөлеміз 12. Демек, бізде x 12-ке тең болды. Елдос ойлаған сандарды табыңдар дейді. Енді әр санды жеке-жеке тауып шығуымыз керек. 12-ні 2-ке көбейтемін, 24, бұл бірінші сан. 12-ні 3-ке көбейтемін, 36. Екінші сан, 12-ні 5-ке көбейтемін, 60. Үшінші сан, 12-ні 8-ге көбейтемін, 96. Демек, елдос осындай 3 санды ойлаған екен. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдам. Неге қатынасқа берілген өте қызықты есептерді шығардық. Өздеріңіздің түсінбеген сұрақтарыңызды немесе түсінікті болған жайттар болса, төменде комментарийде күтемін. Қызықты есептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеле кетіңіздер. Өздеріңізді қызықтырған сұрақтарды қойсаңыздар болады.
Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.